Ассалаумағалейкум қазақ елі. Біз бүгін үйде көп баклажка жиналып қалған. Мына жақта 5 литрліктер бар, 1,5 литрліктер бар. Біз соны міне баламыз екеуміз Алмасбек міне жарты қап, бір қап жинап қойдық. Міне осы жинап қойдық. Бұны егер өртейтін болсақ, ауаға зиян болады. Былайынша тастайтын болсақ, бұл білесіз 40-50 жылға дейін шірімейді. Сондықтан біз бұны арнайы орынға өткізетін боламыз. Килограммы 50 теңгеден ұмытпасам. Сол кезде тағы да видео түсіретін боламыз. Әзірге осыны біз міне бір қап, 1,5 қап, тағы бар. Мына жақта жинағандарымызды қанша килограмм болады, соны өткізетін боламыз. Мына жақта сыртта бізде картондар бар. Мына жақта осыны ертең сатамыз. Бұнда килограммы арзан, бірақ енді чем өртеп жүргенше, үйді шашылып жатқанша, бұнда ертең өткізу пунктіне апарып сататын боламыз. Міне пластик бутылкалар біраздан бері жинаған. 4 қап болды. Ол енді қанша болатыны белгісіз. 50 теңгеден ала ма, 30 теңгеден ала ма белгісіз. Кеп барғаннан кейін бағасын білетін боламыз, қанша тапқанымызды айтатын боламыз. Міне дайындап салып қойдық. Яқта қасымызда көмекшіміз бар. Бірге апаратын боламыз. Енді картондар тиіміз. Міне бізде шамалы картон бар еді. Сол картонын қазып бұны сатып жүретін боламыз. 1000 теңге бола ма, 500 бола ма, үйде мусор болып жатқаннан гөрі сатып жібергеніміз дұрыс болады. Көреміз қанша болатын картон и пластик бутылкалардың килограмм қаншадан айтатын боламыз. Міне жақындап қалдық сататын жерімізге. Қазір оң жаққа бұрылып берсе барамыз. Міне өткізетін жерге келдік. Қазір адам болса. Картонды өткіздік. 500 теңге болды. Енді үйде мусор болып жатқаннан жақсы ғой. Енді пластик тереземіз бутылкаларымызды қазір іздеп көреміз. Соны өткізіміз керек. Қанша болған көрсетеміз. Қосайық. Қанша болды? 15 келді болды. 15. Наишкі жоқ қой, наишкі жоқ қой. Осы міне 15 килограмм шықты, 4 қаптың бәрі. Енді 750 теңге болды, 50 теңге есептегенде. Осылай өткізсеңіздер болады.